судың құрамы, қасиеті туралы айттық. Ал бүгін сол суға зерттеулер жүргіземіз. Мінекей алдарында стакандағы суды көріп тұрсыңдар ма? Судың түсі қандай? Мөлдір ме? Иә. Дұрыс, мөлдір екен. Ал сол суға енді біздер зерттеулер жүргіземіз. Бүгінгі зерттеуіміздің тақырыбы сиқырлы су деп аталады. Ал Әлихан, салағы алдындағы. Не мынау алдындағы? Тұз. Салағы тұзды. Былғаймыз. Ал енді дәмін қарай ғой. Дәмі қандай екен? Ашы. Дұрыс, ашы болып судың дәмі өзгерген екен. Себебі біз бұған не салдық? Тұз салдық, дұрыс айтасың. Альбина. Салақ. Дәмдеуіш салдың да, Альбина. Түсі не болды? Сары. Дұрыс, түсі өзгеріп сары түске айналған екен. Салақ. Айдарбек. Бұлға тағы да салақ. Бұлғаймыз. Дәмін көреміз. Қандай екен дәмі? Дәмді, тәтті екен. Ойықса сен не салып тұрсың суға? Текер салып, судың дәмін өзгерттің, дәмі тәтті болды. Ал дағым. Ал сен де дәмдеуішті алып, салап суға. Тағы салап. Бұлға. Судың түсі қандай болды? Жасыл. Судың түсі өзгерді ме? Өзгерген екен. Өте жақсы балалар. Мінекей біздер судың түсін және дәмін өзгергенін білдік. Мінекей осылай судың әртүрлі қасиеттерін анықтауға болады екен. Рахмет балалар қатысқандарына. Әлихан бірінші стаканға бір қасық тұз салады. Былғаймыз. Қоямыз судың үстіне қасығымызды. Енді жұмыртқамызды саламыз. Әлихан салау біреуін. Альбина салау. Айдарбексің салау. Ал Әлиханның бірінші стаканын қарайық балалар. Жұмыртқа не істеп тұр? Көтеріліп, ортасына келіп тұр. Ал екінші стаканды қарайық балалар. Альбинаның жұмыртқа бетінде тұр ма? Бетінде тұр екен. Ал Айдарбек, сенің жұмыртқа, стакандағы жұмыртқаң қайда тұр? Стаканның түбінде тұр да, батып түбінде тұр екен. Мінекей балалар, судың тығыздығы да әртүрлі болады екен. Балалар, бүгінгі тәжірибеге қатысқандарына рахмет. Қолымызды шапалақтаймыз. Балалар, бүгін біздер тәжірибе жасаймыз. Біз тәжірибемізді 12 сәуір ғарышкерлер күніне арнаймыз. Ғарышкерлер қайда ұшады? Аспанда. Аспанға ұшады екен. Олар аспанға немен ұшады? Дұрыс, зымыранмен ұшады екен. Мінекей балалар, зымыранмен ұшады екен. Енді осы зымырандар қалай ұшады екен? Сол туралы біздер бүгін тәжірибемізде көрсететін боламыз. Ол үшін балалар біздерге сүт, бос ыдыс және түрлі бояуыштар қажет. Міне бізде 3 түрлі бояуыш тұр. Және күнделікті үйде мамалардың пайдаланатын жуғыш зат керек. Ал осыларды пайдалану арқылы және осындай дәлді соратын пипеткілер қажет болады. Бірінші жуғыш затымызды ыдысқа құйып алайық. Құйып алдым. Ал енді сүтімізді тарелкеге жайлап құямыз. Міне балалар, бояуыштарымызды істедік, сүтке тамыздық. Ал балалар, сүтке бізде бояуыштарымызды қостық, зымыранға жуғыш затымызды жақтық. Ал енді зымыранымызды жібереміз. Зымыран жайлап не істеп жатыр? Шайын жеп жатыр екен. Зымыранымыз не істеп жатыр?